Саламатсыздарбы окуучулар? Отура коюңуздар. Казак адебиети сабагы башталды. Бүгүнкү такырып Улпан Әулие. Жалпы биздин Ғабит Мүсіреповтің Улпан романын тапсырмаларын эске. Енді үйге берген тапсырма сізге романның мазмұнын оқып беру. Жалпы бүгінгі мақсатымызда тақырыпқа орай Улпанның әулиелігін, яғни тақырыптан жаңа жылына баға беріп, осы мақсатта жетіп келеміз. Біз басты мақсатты осы Улпанның бейнесін ашуға назар аудару қажет деген бағытта. Енді қазір үй тапсырмасын сұраймыз сіздерден. Әр топтан маған жеке оқушыларға өзім сұрақ беремін. Сол бойынша сіздер тақырып бойынша қысқаша тақырыптың не туралы екендігі, романның не туралы екендігі, басты оқиғалар не екендігін айтып өтесіздер. Оқушылар, барлығымыз экранға назар аударайық. Улпан туралы қысқаша ғана 1-2 минуттық сюжетті қараймыз. Армаларының бірі Улпан сырлы мінез құлқымен, тұлғалық бітімімен ерекшеленген бейне. Оның безім байлығы, адамгершілігі, адалдығы, рухани тазалығы, ақылдылығы, зеректігі, зерделілігі, парасаттылығы, өткірлігі, өжеттігі романда асқан көркемдікпен суреттелген. Бұл көркем шығарма қазақ ауылының 100 жылдық тұрмысын, әдет-ғұрпын толыққанды көрсете білуімен ерекшеленеді. Жер дауы, жесір дауысында ұлттық ерекшеліктеріміз кеңінен тарқатылады. Романның басының біреуін қолына ұстаған аузы дуалы би. Ол екі баласы бір күнде шешектен өліп, бір салаға зар. Жақсы балалар, онда үй тапсырмасын біз әр топтан оқушыларды жарайтын осы қысқа сұрап өтеміз. Жалпы сюжет не туралы? Сіздерге шығарма ұнады ма? Роман мазмұнымен таныстыңыздар ма? Ғабит Мүсіреповтің Улпан романында керей уақыттың кезінде атаулы би болған, батыр болған, Есенейге жас өмір арнаған Улпанның бейнесі бұл шығармаға арқау болады. Улпан романындағы кейіпкерлері Есеней, Улпан, Аңшы Мүсіреп, Түрікпен Мүсіреп, Кенжетай, Артықбай батыр және тағы да басқалары. Ғабит Мүсіреповтің Улпан романы маған Улпанның даналығымен ұнады. Сондай жас қыздың өзінің әулиелігі, даналығымен сол шығармада айқын көрініс табады. Біздің топқа берген тапсырма Есеней бейнесін ашу. Романдағы Есеней Шыңғыс Сұлтанның беделді биі, қолбасшы, әділетті би. Есеней батыр, жасы 60-қа келген дәулетті адам, романның басты кейіпкері, отта жүз құрамындағы керей тайпасынан шыққан. Біздің топқа берген тапсырма Улпанның бұл романдағы бейнесін айқындау. Әулие Улпан Ақылына көркі сай, өз жанына адал, ерінің көркін келтірген әйел, дана, парасатты, әкесінің ісіне білді. Бізге берген тапсырма екі жақты күнделік арқылы Аңшы Мүсіреп пен Түрікмен Мүсірептің бейнесін салыстыру. Аңшы Мүсіреп, Есенейдің ең жақын жолдасы, елге аты шыққан аңшы, азырақ асырып, сосын асық сөйтіні бар. Түрікмен Мүсіреп, Есенейдің ең сенімді серігі, аздап сыбызғы тартады, серілеу адам. Жақсы балалар, енді сабағымызды қорыту мақсатында ашық микрофон әдісі арқылы бүгінгі сабақтан алған ой пікірлеріңізді, ой түйіндеріңізді айта қойыңыздар. Мына топта маған Жанер келді. Бүгінгі сабақта мен Улпан бейнесін ажырата білдім. Оның қандай дана әрі ақылды адам екенін білдім. Бүгінгі сабақта мен топшымызбен жұмыс жасай алдым және Улпанның бейнесін анықтадым. Бүгінгі сабақ маған өте қатты ұнады. Біз топпен бірлесе жұмыс жасадық.
тапсырмаларымызды орындадық және ұлпан туралы көптеген мәліметтер біле алдық. Бүгінгі сабақта мен ұлпанның бейнесін ажырата білдім. Ол қандай кемшілік адам және халқына қандай еңбек көрсеткенін білдім. Ал балалар сабағымыздың соңғы жағына да келіп қалдық. Енді сабағымызды қорыту мақсатында барлығымыз Куриском сайтына кірейік, тест тапсырмасын орындаймыз. Төменгі сатыдастарына, ортаңғы сатыда, жоғары сатыдастарына көрсетіңіздер.